Сәлем, қазір unpacking. Мен әрқашан секонд-хендтен киінуді қалайтынмын. Сөйтіп өте парақшаларын қарай беретінмін, қайталап қарай беретінмін. Сонымен бір зипка ұнады. Соны Астанадан тапсырыс бердім. Қазір ашамыз. Менде Nike немесе Adidas деген таңдау болды. Сонымен мен Nike'ты таңдадым. Сосын тағы бір мұның керемет жері бар, қазір көрсетемін. Бағасы 19.000 болды. Және де бұл оригинал болу керек. Сондай таза. Қазір опа, қалай? Сол жағынан. Себебі бұл еркектердікі. Өте жұқа. Мына жер өте әдемі. Өте әдемі. Ұнайды. Бастысы сондай жеңіл және де жұмсақ. Өте жұқа болса да бір жұмсағы бар. Және де андай өте стильный көрінеді. Маған ең қатты ұнаған жері осы мойнының қатты осылай жабылатыны. Өте керемет. Көктемге дәл керегі. Негізі менде видео түсірімі мүлде ойымда болмады, бірақ түсірімге кетті. Соңғы кездері мені бақытты қылатын заттардың бірі ол киімдер сатып алу, әшекейлер сатып алу деген секілді. Содан мен өзіме рахат аламын және де жаңа сыртқа шығып келдім, өте әдем болып киініп алдым да, былай жүрдім, фотоға түстім, азық-түлік сатып алып келдім. Сондай өте кішкентай заттардың барлығы мені қатты қуантады. Мен негізі осындай қылып айтып отыратындарды көп қараймын, бірақ өзім айту сәл ыңғайсыздау екен. Сондай заттарды мен бөлісейін. Дәл қазір қолымда тұрған осы әшекейлерді мен осыны екеуін 700 теңгеге аламын. Тез деген маркетплейс бар, соның ішінде өте көп екен. Арзандары да бар, әрине қымбаттары да бар, бірақ мен осындайды тауып алдым. Неге маған қатты ұнайтын заттардың бірін қазір көрсетемін. Өте әдемі. Мен бұны алмастан бұрын өте қатты ойландым. Себебі мен мұны аяқ астынан алдым, бұл киімді. Жалпы бағасы Бершкадан 40.000 теңге тұратын, бірақ мен барған кезде бұл 11.000 теңге тұрды. Менде ең соңғыларының бірі болып қалған екен. Мен осындайды өте қатты армандайтынмын, бірақ әрқашан ақшамды қимайтынмын. Бірақтан дәл сол кезде керемет болып түсіп қалды. Сонымен бұл менің көктемгі ең жиі киетін затым болмақшы. Ол былайша айтқанда өте ұзын, бірақтан мен үшін бұл өте дәл ұзындық. Мен мұны қыс кезінде алып қойдым. Сол үшін біраз кие алмай жүрдім. Қазір далада 9 градус, плюс 9 градус. Сол үшін мен мұны енді тастамай киемін. Ура! Тағы да осы алқаны алған болатынмын. Жақында бұл 300 теңге тұрған. Маған көңілмен шыққаны осы жай ғана кішкентай жүрегі бар. Осындайды сатып алдым. Бұл да тез деген маркетплейстен алдым. Осындай бір өзімнің стилімді тапқаныма қатты қуанамын, және де солардың айырылмас бөлшегі болып кеткен нәрсе. Ол кепка. Жай ғана қара кепка, мен мұны Pull&Bear'ден алдым. Бұл менің
әрбір образыңды керемет қылатын нәрсе, бірақ бұған арнап шаш үлгісін жасау қажет болады арасында, себебі ол тұрмай қалады. Шамамен осындай. Менде жалпы футболкалар өте аз. Сыртқа киетін футболка біреу ғана қазіргі кезде, және де бірнеше рубашкам бар. Және осы футболканы алғаныма қатты қуанамын. Бұл да арзандатылып сатылған, шамамен 5000 теңгеге алдым. Вау! Артындағы принт өте әдемі, және де бұл ұзын емес, қысқа болып тұрады. Сол үшін маған өте қатты ұнайды. Соңғы уақыт алған затымды сендер білесіңдер, ол MacBook. Мен осының алдындағы MacBook'ымды шамамен 4 жыл ұстадым. Және де мен оны өте қатты қинадым. Ода не жүргізбедім? Android, iOS, Backend, Docker бәрін жүргіздім. Және де оған шыдамайды әрине, ол MacBook Air Core i5 болатын. Сол үшін ол өте қиналды. Және де оның ішіндегі қуаты 50% болған, яғни басында 100% болып тұратын қуаты қазір 50%-дай болады. Солай. Сонымен мен жақында жаңасын алдым, мұны да алу мен үшін өте жыры болды. Себебі мен қатты қорықтым, әрине төлей алмаймын деген ойлар болды. Сонда да мен өзім шешіп, осыны бөліп төлеуге алдым. Оның ішінде M4 ең соңғы шығарылымдағы чип, сол үшін айта алмадым. Неде мен қалаған қаратыз. Негізінен заттардың қымбаттылығы, оны сен бағалайсың. Саған қаншалықты қымбат, саған қаншалықты ұнайды, соны тек қана өзің бағалай аласың. Өзіңнің кішкентай болсын, не болмаса аз да болсын, бақытыңды қазір бағаласаң, сол кезде сенің жаныңның ішінде бір тыныштық пайда болады. Сен осы барыңа қанағат етсең, соның барлығы сені жақсы сезінуге апарады. Ал әрқашан менде бір нәрсе жетпейді, мынаны алуым қажет еді деп ұзақ жүре берсең, я болмаса сенде барлығы бар болса да сен оны аз деп санасаң, әрине сен әрдайым сондай бір ішіңде жетіспеушілік сезімі болады да жүреді. Сол үшін аз да болса барыңды менде бар және оны бағалаймын деп, ал өзіңнің армандайтын істеріңе, заттарыңа жету үшін еңбектеніп, соған қол жеткізу үшін әрекеттер жасау қажет. Мен өзім қалай көрініп тұрмын, солау менің көңіл күйіме қатты әсер етеді, және де ол қалыпты нәрсе деп ойлаймын. Ол басқалар үшін әдемі көріну емес, жай ғана өзіңді жақсы сезіну үшін, және де өзіңді сенімдірек сезіну үшін ол бәрібір қажет деп ойлаймын. Әртүрлі заттарды байқап көре бергеннен сен өзіңе не ұнайтынын, ұнамайтынын байқайсың. Сол үшін бірінші қадам жасап көру керек. Қазіргі сенің айналаң я болмаса өз-өзіңе ұнамайтын болсаң, жаймендеп әр нәрсені өзгертіп көр. Сол кезде сен өзіңе ашыласың, өзіңді жаймендеп табасың. Мен жаймендеп тауып келе жатырмын, таптым деп ойлаймын, себебі сондай бір ішімде сезім бар. Мен дәл қазіргі өз-өзіме қатты ұнаймын, және де дәл қазіргі сүріп жатырған өмірім, әр күнім өзіме сондай бір бақыт алып келеді. Әрбір сәттен кәдімгідей керемет болып жатыр, осындай болғанына шүкір деп бір сәт тоқтап жан-жағыма қараймын да, барлық кішкентай детальдарға қарап, міне мынаның барлығы менде бар деп, солай өз-өзіме және айналама қанағат етемін, және де сол үшін шүкіршілік етемін. Мен мысалы қазір мүлде спортпен айналыспаймын, еш нәрсемен онша айналыспаймын да, сол үшін соларды жай қосқым келеді, бірақ та әзірге
болмай жатыр. Қазір мен күні бойы жұмыспен 5 күн бойы сағат 8-ден 5-ке дейін жұмыста болу деген секілді, ол үшін аутода тұру, күні бойы тек жұмыс жасау деген секілді минустарым бар. Бірақтан мен сенбі, жексенбі күндері осындай бос күндерімде мен өте баяу өмір сүргім келеді, жан-жағыма қарап, әр нәрседен рахат алып, солай жай ғана үйге келіп барлығымыз шай ішкеннің өзі мен үшін сондай бақыт болып сезіледі. Осылай менің кішкене отырыспағым аяқталды. Мен көп әдемі сөйлей алмаймын, бірақ жалпы айтпағым осы. Кездескенше.